Бәріне қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен дәмі тура пиццериядағыдай болып шығатын пицца дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажет: бірінші ұнды саламыз. Мөлшерінің бәрін астына қалдыратын боламын. Ортасын ашып аламыз. Осыдан кейін суымызды құятын боламыз. Тестосы өте жұмсақ болып шығады. Судан кейін дрожжты саламыз. Кішкене араластырып жіберіп, қант пен тұзды салатын боламыз. Бәрінің мөлшері астында тұр. Тестосы өте жұмсақ. Тек қана өте қатты жұқа етіп жаю қажет болады. Мен біріншісін қалыңдау жайып қойыппын, екіншісі идеальный болып шықты. Тура солай жұқа етіп жаямыз. Енді оливковое маслоны аламыз. Кішкене құямыз, бір қасықтай примерно. Жақсылап араластырамыз. Бәрін тура осы видеода көрсетілгендей етіп істесеңіздер, тура осындай жұмсақ, әдемі, дәмді пиццериядағыдай болып шығады. Ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Ұн жеткіліксіз болса тек қана кішкене салуға болады. Көп салмаңыздар, өйткені тестосы қатты болып қалуы мүмкін. Мен кішкене ғана ұн салған болатын. Енді бетін сразу жауып қоймай, осылай зәйтүн майын тамғызып, бетін бәр шетіне жағып шығып, сосын барып қана целлофанмен жауып қоямыз. Міндетті түрде бәр жағына тиюі қажет. Осылай астына бәріне тигізіп шығасыздар. Бетін целлофанмен жауып, 1-2 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Ортасы жабысып қалмас үшін осындай чайный ложканы қойып қойсаңыздар болады. Жылы жерге қойып қоямыз, жақсы көтерілуі қажет. Енді соусын дайындаймыз. Ол үшін зәйтүн майы, орегано, сосын чеснокты осылайша турап салатын боламыз. Қалауларыңызша осындай кептірілген менде пияз болатын. Осыны кішкене салып жібердім. Жоқ болса салу қажет емес. Міне енді осыны қуырып аламыз. Помидорды 10 минутқа суға осылай кесіп, 4 жерден кесіп 10 минутқа қайнатсаңыздар, тура осындай болып шығады. Қабығы тез алынатын болады. Бұл біздің соусымыз үшін қажет. Бәрін осылай алып, бағана қуырылып жатқан чеснок, ореганаларға араластырамыз. Міне осылай қолмен араластырсақ болады. Мен түсінгенім, бұл жерде осы соусы маңызды екен. Ерекше дәм беріп тұратын ол орегано болды. Тура соусы пиццериядағы пиццалар сияқты етіп шығарғаны осы соусына қатысты болды. Міне осындай етіп көтерілді қамыры. Біреусін алып өте жұқа етіп жаямыз. Ол көлемі үлкен домалақ болу керек. Біріншісі осы мен қалыңдау қылып жайып қойғаным. Сондықтан да сіздер өте жұқа қылып жайыңыздар. Тез ақ пісіп шығады сол кезде. Сыры күйіп кетпейтін болады. Міне шет-шетін осындай бортик жасасақ болады. Дайын болған соусымызды алып жағатын боламыз. 2 түрлі жасаймыз: маргарита және курицамен. Соусын тек жартысын ғана саламыз. Бәр жағына жағып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, тек қана қарап қоймай, өйткені дәмі шынымен кәдімгі біз сатып алып жүрген пиццалар сияқты болып шығады. Менде бұдан бұрын жасағаным дәмі де қамырды қалың болып онша ұнамаған болатын. Осынысы удачно шықты. Сырды бетіне себеміз. Сыр бұл 600 теңге ма тұрады, голландский деп аталатын сыр. Тек кішкентай ғана алған болатынмын. Ол маған осы 2 пиццаға жетіп және артық қалды.
Міне помидорды бетіне қойдық, маргарита дайын. Енді курицамен жасаймыз. Осы жайған қамыр идеальный болып шықты. Тестосы жұп-жұқа күшті болып. Міне осындай қатты дөңгелек, көлемі үлкен болу қажет. Міне осындайлар болу қажет. Бортик жасаймыз шет-шетіне. Соусты салып, жақсылап жағамыз. Осы пицца 5-6 минутта ғана дайын болды. Тестосы жұқа болғандықтан сыры күйіп кетпей жатып аламыз. Сырды жан-жағына жақсылап жаямыз. Курицаларын қойып, қызып тұрған пешке саламыз. Менде кәдімгі простой әсел пеш болатын. Соғанда идеальный болып шығады. Бетіне осылай сеуіп қойсақ та болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға подписаться етіңіз. Пісіріп болғаннан кейін қалай болып шыққанын комментарияға жаза кетіңіз. Инстаграм парақшама да басқа рецепттер салып тұрамын, жазылуды ұмытпаңыз.